Айжур подкастының кезекті қонағы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінен бөлек жапон, испан, француз тілдерін, яғни 6 тілді меңгерген Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар мамандығының 1-ші курс студенті Әлшер Шуинов. Әлшер, Айжур подкастына қош келдің. Қош көрдік, рахмет шақырғаныңызға. Сұрақтар болса жауап беруге дайын. Яғни сұхбатымызды бірден сұрақтан бастайық. Жалпы осы тіл үйренуге қызығушылығын қашан оянды? Негізінде осы Қазақстанда карантин басталған кезде барлығымыз үйде қалу керек болды. Сонда өзім бір хобби ретінде бір нәрсе тауып аламын деген бір қызығушылық болды. Сол қызығушылықтың бірі осы тіл үйрену. Енді қазақ, орыс, ағылшын тілдері түсінікті. Неліктен жапон, испан, француз тілдерін таңдадың? Негізі бұл сұрақты жауабын өзім нақты білемін деп айта алмаймын. Себебі ең басында мен жапон тілін бастаған кезде бұл андай қызығушылықтан пайда болды. Әр нәрсе қызығушылықтан пайда болады ғой. Мысалы, адам домбыра тартып үйренемін десе, оның қызығушылығы ол елімнің патриоты деп, немесе басқа бір өзінің құндылықтарын бір бағалайтын адам осы домбыра үйреніп бастайды. Ал мен өзім мысалы Жапонияда танымал бір аниме қарап, содан бір түсінсем екен, сол елде бір жұмыс істеп көрсем екен деген бір мақсатпен, және басқа испан тіліне келетін болсақ, бұл әлемдегі бір ең жылдам тілдердің бірі болғандықтан өзіме сол тіл ұнап қалып, француз тілі болса, бұл қазіргі таңда мен өзімнің факультетімде оқып келе жатқан тілдердің бірі. Негізі тілдерді қанша уақытта меңгеріп үлгердің сен? Және қалай шыдамың жетті? Мысалы, өз басым испан тілін бастаған жерінде қалып кетті. Корей тіліне де қызығушылығым оянды. Яғни бұл мен мамандықты таңдай алмай жүрген кезде осындай тілдерге қызыға бастадым. Бірақ аяғына дейін апара алмадым, шыдамдылығым жетпеді. Ал енді сен қандай техникалармен оңай тез меңгеруге болады? Негізі бұл жерде ең бір басты керек қабілет, бұл мотивация деп айта алмас едім. Бұл жерде ең басты қабілет бұл дисциплина. Адам өзін бір нәрсеге, бір қандай да бір әрекетке өзін итермелесе, ол күн сайын осылай бір кірпішті қалай беріп, бір үлкен мұнара құруға болады. Соның арқасында мен өзімді бір күн сайын тұрып, сабағымды оқығаннан кейін артынша күн сайын сол тілдерді үйреніп тұрған болатынмын. Соның арқасында бұл маған дисциплина құруға көмектесті деп айта аламын. Қандай техникалармен, мысалы, күнделікті қанша уақытыңды бөлдің сонда? Мысалы, мен сол 2020 жылы ол кезде көктем болатын, мен сол Duolingo дейтін приложениені ашқан болатын, жазып алып, сол тілдерді үйреніп, сол жапон тілінен бастадым. Ең басында бұл тәжірибе өзіме қатты қиынға соққан болатын, себебі жапон тілі негізі қиын тілдердің біріне келеді. Сол өзінің алфавиттерін, яғни хирогана, катакана дейді ғой, соларды үйрену өзіме қиын болды. Бірақ мен өзіме сөз салған болатын, Әлшер, бұл саған қиын емес, яғни қандай да бір нәрсе болмасын, сен оған жете аласың деп. Мысалы, адам солай өзіне айтса, өзіне соны серт берсе, бұл міндетті түрде орындалады дейсің. Білуімше, сен ешқандай курстарға қатыспадың, иә, сонда? Негізі мен қатысқаным тек ағылшын курсы болды. Сол. Енді сен, мен білуімше, тағы да IELTS-тен 6,5 балл жинаған екенсің. Болашақта осы біздің Казгуда бар ғой, академиялық ұтқырлық деген, шетелде білім алу жоспарда бар ма? Әрине, шетелде оқу жалпы жоспарда бар. Неге десеңіздер, шетелде оқыған адамның өзі, мысалы айтады ғой, ел аралағанның өзі 10 кітап оқығанмен тең деп. Сондықтан да өзінің сол орысша айтқанда кругозорды дамытып, жаңа белестерді ашып, жаңа бір жаңалықтарды ашуға адам солай қабілетті болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да мен болашақта осы академиялық ұтқырлық бойынша бір кейбір елдерге жоспарлар бар деп айта аламын, бірақ қайсы екенін нақты айта алмаймын. Себебі өзім әлі сенімді емеспін. Тамаша. Ал ендігі сұрағым, сен шығарған тілдерді үйрену жайлы кітап жайлы болмақ, яғни «Как изучить несколько языков мира». Бұл кітап қалай шықты, жалпы идеяны кім тастады, кім қолдау көрсетті, сол жайлы толығырақ атап өтсең? Негізі бұл кітапты жазбастан бұрын мен ол кезде жапон тілін жақсы бір меңгеретін деңгейге жеткен болатын, және ол кезде мен айналамдағы достарым айтқан болатын,
дос осылай қалай үйренуге болады, осылай бір нәрсе андай чек-лист жазасың ба, бір нәрсесін шеш дейді. Жақсы дедім. Сосын бір ой келді, неге кітап жазбасқа, осындай бір қысқа нұсқа, не керек, не істеу керек, артық сөз керек емес, су керек емес, осылай мысалы бірінші не істеу керек, екінші не істеу керек, осындай приложение жазып алу керек деген сияқты. Соның бір көмегі достарыма тиді деп сенемін, себебі сол кітаптың жазылуына бір айда кеткен шығар. Сол кезде мен негізі достарым болған, Орал қаласында Young Future дейтін топ ашқан болатынбыз. Оның ішінде менің осы Әл-Фарабиде оқитын Бекжан дейтін досым да болған, және тағы басқа достарым. Соның арқасында бір осы тіл үйренуге құлшынысым ашылды деп ойлаймын. Оны сен өзің жазып шықтың ба, әлде тағы да көмектескендер болды ма? Жазуға мысалы редакторлық, оның жаңағы дизайны деген секілді. Ол кезде тек әр нәрсеге өзім қолыма алған болатын, әр керек нәрсені түзейтін жерлерді, дизайнды. Соның арқасында тағы да басқа сфералар ашылды деп ойлаймын. Бір дамытудың мысалы дизайн сферасы ашылады, тағы басқа мысалы көркем жазу стиль ашылады, және басқа стильдер ашылу арқасында мен кітапты өзім жаздым деп айтамын. Яғни түсінгенім бойынша бұл кітап электронный вариантта шықты. Яғни оны сен мен оқығым келеді, оны мен қалай оқи аламын, басқаларға да осындай жолдарын айтсаң, оны қалай оқуға болады? Негізі қазіргі таңда ол кітаптың мысалы жаман айтпай ақ қояйын, құндылығы қатты төмен. Мен қазіргі өзімнің реакция беріп қарағанда мен сол кітапқа қатты жақсы баға бере алмас едім, себебі ол кітапты қайтып жазу керек. Негізі ол кездегі Алишер басқа Алишер, қазіргі Алишер басқа Алишер, тәжірибелер екі түрлі, ойлар екі түрлі болады. Сондықтан да ол кітапты алу үшін негізі бірінші оны жазу керек. Сондықтан да бұйырса алдағы уақытта осындай тағы да соның жаңа форматын жазу ойда бар. Бірақ қазір ол кітапты алу мүмкін емес деп ойлаймын, себебі ол тек сол кезде сол уақытта алып қойған бір момент деп айтуға болады. Жақсы, түсінікті. Енді сен көп тіл білесің, яғни осы көп тіл білудің қандай артықшылықтары бар, қандай мүмкіндіктер береді саған? Мысалы, мен осы 11 бітірместен бұрын достарым сұраған, неге осы тіл оқып жүрсің, мақсатың неде? Мен өзім де жалпы білмедім, бірақ бұл маған өте қызық болды. Және осы Әл-Фарабиге түскенде, осы Қазақ ұлттық университетіне, ол үлкен бір артықшылықтар берді маған. Осы тілді біле тұра университетке түскен, ол мен кеңесім деп ойлаймын осы қазіргі 11-10 сыныптарға. Неге десеңіздер, осы Әл-Фарабиде тек қазақ, орыс, ағылшын ұлттар оқымайды, сонымен қатар басқа да ұлт өкілдері оқиды. Соның арқасында осы тіл үйренгенде артықшылығы сол басқа ұлттың адамдарымен сөйлесіп, өзінің ойларын бөлісіп деген сияқты басқа да заттарды осылай артықшылық деп санауға болады. Енді сен тілді меңгеріп қана қоймай, өзінің тағы да хоббиларың бар екен, яғни түрлі музыкалық аспаптарда ойнайды екенсің. Сол туралы қысқаша атап өтсең? Негізі мен кішкентай кезімде әкем домбыра тартып үйреткіздірген болатын, бірақ мен домбыраға қатты қызығушылығым болмады. Білмедім, оны үйірмеге апарды, бірақ ойландым, домбыраны бір шерттім, екі шерттім, қызығушылығым оянбады. Сонда да бірақ фортепианоға қатты қызығушылығым оянған болатын. Содан бір 7-ші сыныпта осы Түркістанда өткен халықаралық олимпиадаға барып келдім. Андай ешқандай курсқа қатыспадым. Негізі соның бәрі неден басталды десеңіздер, ол бана айтқандай қызығушылықтан басталады. Адам бір нәрсеге қызықса, ол алып кетеді ары қарай. Қызықпаса, ол тастайды. Сондықтан да осы фортепианоны жарыстарына қатыстым, және басқа гитарада да өзім хобби ретінде ойнаймын. Мысалы, сіз де ойнайтын шығарсыз гитарада? Жоқ, мүлдем ешқандай аспапта ойнау білмеймін. Мені кішкентай кезімде үйдегілер ешшілерге қатыстырмаған. Үйде өскендіктен өзім қызығушылығымен эссе, мақала, өлең, ертегі жазу мүмкін, бірақ ондай аспапта ойнап білмейді екен. Негізі гитарада ойнаған, мысалы қазіргі таңда мысалы көшеде көресіздер, гитарада балалар ойнатады. Ол бір жағынан андай
әдемі естілгенмен өлеңдер бір жағынан бұл миға өте пайдалы, себебі бұл бір жабық нейрондарды ашады, бір басқа ойлау жүйке жүйесін мысалы дамытады деп айта аламын. Сондықтан да біз гитара және фортепиано аспаптарын жақсы меңгеремін деп айта алмаймын, бірақ сонымен де өзімнің мысалы жақсы көремін деп айтқанмен аспаптарды ойнағаным өте. Ал спорт жағына қалайсың? Спортпен айналысасың ба? Негізі қазіргі таңда мен айналысамын деп айта алмаймын, бірақ осы дене тәрбиесі сабақтарына осы апта сайын барып тұрамыз, соны өзі шүкір. Онда жақсы екен. Ал енді болашақта тағы қандай тілдерді меңгеру жоспарда бар? Негізінде мен өзім халықаралық қатынастар факультетінде оқығандықтан бізде осындай бір қатты маңызды тілдер бар. Мысалы біріккен ұлттар ұйымына жұмысқа түсу үшін бір ең маңызды тілдердің бірі бұл қытай тілі, араб тілі, парсы тілі және француз тілі, ағылшын тілі саналады. Сондықтан да осы тілдердің арасындағы бір өзіме ұнайтын бір тілді алсам деп ойлаймын. Бұл мысалы өзімізге айтады, мысалы бізде мұғалімдер осы тілдерді меңгерсеңдер, бірнеше тіл меңгерсеңдер өздеріңе жақсы. Себебі жұмысқа тұрғанда сендерді бірінші алады. Сені айлтсың бар ма, сені бірінші алады. Сенің осындай активист болдың ба, сені бірінші алады. Себебі бос уақытын босқа өткізбеген адам ол әлбетте бір кез келген бір нәтижеге жете алады. Ал енді осы тіл меңгеремін, полиглот болғым келеді деуші өзіңнің замандастарына қандай кеңес берер едің? Әуелі неден бастау керек? Ең бірінші нәрсе бұл қорықпау керек. Неден қорықпау керек? Бірінші, тілді үйренуден тастап кетсем бе деп қорықпау керек. Екіншісі бұл мысалы көшеде көргенде, мысалы Алматыда көп қой әртүрлі ұлт өкілдері. Солармен сөйлескен кезде өз бар ағылшыныңды беріп, мен білмеймін деп айтпау керек. Мен өзіңнің мысалы hello, how are you деп бастап, сол өзінің барынша ынтаңды салып, содан бастау керек деп ойлаймын. Үшіншісі бұл әрине дисциплинаны сақтау керек. Мысалы бірінші күні оқыдың, екінші күні оқыдың, енді үшінші күні шаруаларың шығып қалады, кешке қарай үйге келесің, ұйықтайын ба әлде сабағымды оқиын ба деп сұрақ тұрып қалғанда, жарайды сабағымды оқытсайын, бір 15 минутымды бөліп тастайын десе, бұл өте қатты көмектеседі. Себебі мысалы күн сайын бір 15-30 минут бөлсе бір тіл үйренуге, адам ол мысалы болашақта бана айтып кеткенде бір үлкен мұнара салады. Сондықтан да мен өзім негізі тіл үйренген кезде күн сайын өзімді итерген болатын, кереуеттен тұрғызып, Алишер тұр, бар сабағыңды оқы деген сияқты. Немесе мысалы TikTok қарап жатқан кезде анай мотивационный видео шығып қалады ғой, ол да көмектесуі мүмкін. Сол мотивация арқылы дисциплинаға жетсе, сонда мысалы сол менің кеңесім сол сабақ оқып өзіңді итермелеу деп санаймын. Сонымен қатар көбіне тілді меңгеруде практиканың көбірек маңызы зор. Ал сен кіммен дайындаласың? Мысалы жапон, жаңағы испан, француз тілдерімен кімдермен сөйлесесің? Біздің факультетте халықаралық қатынастар болғандықтан басқа ұлт өкілдері де оқиды, шетелден келген осы академия ұтқырлық бойынша келген студенттер де оқиды. Мысалы мен ең бірінші Әл-Фараби атындағы факультетке келген кезде, осы университетке бізде осы сәт болған болатын, ашылуы іс-шара болған болатын. Сол кезде мен өте таңғалған болатын. Осындай Әл-Фарабиде осындай ұлт өкілдері оқиды екен, мен неге тілімді дамытпасқа деп. Енді факультетке келетін болсақ, сол адамдармен сөйлесіп, мысалы жапон адамдарымен сөйлесіп, олар келсе достасып, атын сұрап, халін сұрап, қанша уақытқа келгенін сұрап, осылай мысалы инстаграмда сұрап, сол арқылы инстаграммен де бірге сөйлесуге болады. Мысалы осы бірінші семестрда бір жапондықпен танысқан болатын, бірақ ол қазір Жапонияда бір семестр оқыған. Мен оның инстаграмын сұрауымның арқасында мен олмен қазір әңгіме жасай аламын. Жапон тілінде де сөйлесіп тұрамыз. Ал испан тіліне келетін болсақ, мен осы жазда саяхатқа шыққан болатын, мини саяхат. Испанияға барып келдім. Сонда бір достарды табасың, сол достар табу арқылы мысалы көп нәрсе жетуге болады. Тек ерінбеу керек, қысылмау керек. Сол.
Ал енді көбірек шетелдіктермен сөйлесем дедің, мен өз басында ағылшыншам жақсы деп айта алмаймын, бірақ та өзімнің шетелдік достарым бар, және олармен сөйлескен кезде, мысалы Нигериядан Садык деген бір баламен таныстым, және ол қазақ тілін үйреніп отыр екен, көмектесуімді сұрады. Және афганстандық Қайыз, тағы да басқа да достарым бар, олар да қазақ тіліне қызығушылығы жоғары. Бірінші орыс тілін емес, қазақ тілін үйреніп жатқандығы мені қуантады. Сенің де осындай шетелдік достарың бар ма, осындай қазақ тіліне қызығушылығы оянып, осындай ортақ тақырыптарың болған кездер? Бәрі деп айта алмаймын, бірақ кейбіреулер қазақ тіліне құлшынысы жоғары адамдар бар. Мысалы, мен бана айтып кеткен жапондық достарымның бірі Эбина дейтін қыз, танитын шығарсың, осы Әл-Фараби атындағы университетте оқиды. Ол қазақ тілін жақсы меңгереді деп айта аламын, себебі осы жатақханада көрген кезде күн сайын сәлем беріп, амандасып тұрып, хал жағдайын сұрап, қазақша сөйлесеміз. Бір жағынан да мен жапоншамен де көмектеседі. Соның арқасында осы қазақ тілін бір осылай дамытуға болады деп ойлаймын. Бір шетелден келген азаматпен сөйлесу арқылы. Иә, олардың жаңағындай талпынысы, әліппені алып оқып отырған кезде ерекше екен. Өзінің атын жазып, кәдімгі қазақ әріптерін жазып, бірақ көбі айтады, қазақша қиын дейді, өте қиын дейді, әсіресе жазудың өзі көп кириллицаға бейімделулері қиын екен. Барынша оларды да бейімдеуге тырысамыз, оларға да қазақ менталитетін көрсетуге, мәдениеттің өнерін, тілін дәріптеуге бізде атсалысамыз, және олардан да біздің аларымыз мол деп ойлаймын. Енді қарап тұрсам, көбіне тілдерді меңгеріп жатсын, болашақта шетелде тұру, сол жақта карьера қуалау жоспарда бар ма? Жалпы, мысалы, сөз бар ғой, егер сен нақты мақсатың болса, сен оған жетесің. Әрине, мен шетелде жұмыс істеуге қатты құлшынысым асып жатыр деп айта алмаймын, себебі ең басты бұл мәселе бұл Қазақстанды дамыту, халықаралық қатынастар бойынша да, сыртқы істер мәселесі бойынша да бұл Қазақстанды жоғары көтеру бір мақсатта бар. Бірақ соның арқасында, мысалы, Қазақстанды дамыту үшін басқа елдерде жұмыс істеуге болады. Мысалы, біздің факультетте дипломатия мақсатында басқа елде, мысалы, басқа елдің консульствосында немесе мысалы эмбасси, қазақшасын ұмытып қалдым, айттыңыз, сол жерде жұмыс істеуге болады. Бірақ қатты бір басқа елде жұмыс істейтін бір мақсатым жоқ. Бірақ егер адам құлшынысы асып бара жатса, басқа елде жұмыс істеуге оған болады. Себебі біздің осы университеттің арқасында кейбір ғалымдар, кейбір адамдар осы шетелде жұмыс істеуге қабілеті бар деп ойлаймын қазір. Иә, сұхбат өте қызықты өтті. Енді сұхбаттың соңында бұл менің подкастым қыркүйек айынан бері жүргізіліп жатыр. Жаңа жоба деп айтсам болады өзімнің. Көбіне негізі кәсіби подкастерлер осылай айналысады. Мен өзім қызығушылығыммен үйреніп алдым деп айтсам болады. Және осы менің подкастыма бір тілек айтып, 6 тілде менің тыңдармандарыма сәлем жолдасаң. Енді тілегіңді қосып, сондай пікіріңді айтып. Бірінші қазақшадан бастайын, ана тілім болғандықтан. Осы тыңдармандар, барлықтарыңызға сәлем. Осы жүргізіп жатқан подкаст мен үшін қатты қуантарлық. Бұл негізі бірінші подкастым деп айта аламын. Осындай подкасттар көбейе берсін. Алдағы уақытта жақсы нәтижелер тілеймін. Желаю будущим успехов, чтобы был карьерный рост в подкасте и чтобы автор этого подкаста стала знаменитой в Казахстане и за рубежом. And I wish you all the best, all success in your future, to be proud of yourself in the future, what you've done in the past, and don't regret about it. So, жапонша 将来に幸せをして、成績をしてください。французша енді сәлем жолдауға болады. Bonjour. Және испан тілінде hola, yo creo que tú vas a ser más mejor persona en futuro que puede abrir la puerta de
abrir la puerta de nuevas actividades, nuevas opciones y puede ser muy bien. Gracias. Өте көп рахмет. Болашақта саған сәттілік тілеймін. Зейінің әрмен қарай ашылып, білімнің шыңына жете бер. Сұхбат үшін рахмет.